Оның аузын жабу үшін Джон мырза $15 миллион ұсынды деген ақпараттар да бар. Сауда үйі жайлы небір қауесеттер айтылып, қыздар жоғалып жатса да, Джон мырза бұл жайлы ешқашан тіс жарып айтқан емес. Құдды ештеңеден хабары жоқтай. Сауда үйінде орын алған кезекті оқиғаға тоқталсақ, 2022 жылдың тамыз айында Джовелин әдеттегідей сауда үйінде жұмыс жасап жүрген болатын. Сол күні олардың үйінде мерекелік ас болуы керек еді. Қыздың өзі жұмыста жүрген сәтінде әпкесімен хат алмасып, қатты қарны ашқанын айтады. Қыз алдымен WhatsApp-қа жазылған хаттарды оқымайды. Күнде кешкі аста үйде отыратын Джовелин бүгін жоқ. Әпкесі оның телефонына хабарласса, телефон тұтқасы көтерілгенімен ар жақтан ешқандай дыбыс естілмейді. Түні бойы қыздарымен байланыса алмаған ата-анасы таңертең асыққан күйі сауда үйіне барады.